Ернұр, біз қайда келдік? Айжан, бұл орталық кітапхана. Ернұр, мен Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын тауып алдым. Айжан, бұл қызық кітап сияқты. Иә, Ернұр, дұрыс айтасың. Айжан, құлагерді қара. Қандай әдемі. Заманда сонау сарсаң ахан тұрған, ол заман ерге тұсау, зорға думан. Лақабы әлде әулие, әлде пері, арқаның атақтысы ақан сері. Көкшеде сұлу сүйіп, өлең айтқан, бұлаңдап тақымында құлагері. Құлагер жүйріктің, еркіндіктің белгісі. Ахан оны жанындай жақсы көрді. Сағынайдың астына ел жиналды. Даланы дүбірге толтырған үлкен той басталды. Жарыс басталды! Құлагер қара үзіп алға шықты. Қызғаныш қара бұлттай үйірілді. Арам ойлы жандар қастандық ойлады. Құлагер дара шауып бара жатты. Кенеттен қастандық жасалды. Жүйрік тұлпар жер құшты. Құлагер! Атым құлады! Көмектес! Ахан, не болды? Ақан сері аңтаң болды. Не болды, бай, саған құлагерім. Суалдың сорлы еңнің бұлағы едің. Тірегі көңілнің бәйтерегім. Бұл жерге қалайынша құлап едің. Шыныңмен кеткенің бе құлагерім. Қасымда қасынысып тұрар едің. Баспа бас қызға бермес жануарым. Басылар өлгенімше қайтып шерің. Сорлы ақан құлагер деп жылап, күйген. Елдің ол құлағына жылы тиген. Болса да мейлі сері, мейлі пері, аханның атымен жұрт әнін сүйген. Қайтқанда басты өңгіріп сонау түннен, ән алған қалың қазақ зарлы үннен. Құлагер, еркін рухтың киесі едің. Ернұр, кітап әлеміндегі саяхатымыз ұнады ма? Әрине ұнады, Айжан. Ендеше балалар, сендер де біз сияқты Ильяс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын оқып көріңдер.